Бүгінгі атап өтіп жатқан металлург күні біздің Қазақстанда ең алғашқы балқыма берген уақытпен сай келіп жатыр. Биыл Қазақстанда болат қорыту басталғанына 80 жылдық мероприятиялар өтеді. Сондықтан біздерге өте ветерандарға маңызды. Неге десеңіз, ең бірінші балқыма берілген историясы Қазақстанның қаланың тарихымен, Ұлы Отан соғысының тарихымен байланысты. Ең бірінші балқыма Мартен цехында Қазақ металлургия заводында 1944 жылы 31 желтоқсанда Самарқан кентінде берілген. Содан құрылысшылар келіп, Мартен цехын Қазақ заводын салған металлургтер келіп, қаланың экономика өсіп, сол Самарқан кентіне Теміртау қаласының атағы берілді. Және ең бірінші металлургия, ең бірінші балқыма бергенде ол Қазақстанда алғашқы қара металлургия бастамасы. Әрине, оған осы оқиғаға ең бірінші балқыма беруге қатысқан әр Қазақстанның облыстарынан 2000 жастар үкіметтің қаулысымен 2000 жастар жұмысқа шақырылды. Соның ішінде Елеман Байғазиев, біздің атақты еңбек ері, Қазақстанның еңбек ері Арғын Елеман Байғазиев Жамбыл облысынан, Жунусов Қарағанды облысынан, Алтынбек Дарибаев Шымкент облысынан, жерден келіп, жап-жас балдар, соғысқа қатысуға жастары жетпеген. Осы металлургия маманына оқып, басқа металлургия заводтарда стажировка өтіп, осы Қазақ заводына келіп, сол металлургтер, әйгілі металлургтер болды. Бұн және біздің инженерлердің арасынан ең бірінші біздің инженер-металлургтер, бірінші комбинатымыздың директоры Махмуд Ақбиев, Москвадан Московский институт стали сплав бітіріп, сол Мартен цехына келіп, сол болашақта конвертер цехын жіберіп, сол ең бірінші болатты конвертер цехында жіберуге атсалысты. Соның ішінде айтып кететін, біздің завод Туздет бұрын қазіргі Теміртау индустриалдық университеттің ректоры Ишмұхамедов Нариман, ол кісі де Қазақ политех институтынан екінші курстан кейін сол Московский институт сталиға жіберіліп, сол жақтан бітіріп, сол Мартен цехына келіп, жұмысшыдан бастап зам начальник цехқа шейін істеп, содан басқа жұмысқа ауысып, біздің инженерлері дайындайтын институт завод Тузда ректор болып 18 жыл сонда ректор болып жасады. Өте инженер-металлургтер дайындауға өте көп үлесін қосқан. Бүгінгі күні металлург күнімен ветерандардың атынан, өзімнің атынан бәрін металлург күнімен құттықтап, зор денсаулық, балдары комбината үлес қосып, солар бәрі қуантып жүрсе деймін.